Армысыздар, Ербез телекомпаниясының эфирінде айтарым бар бағдарламасы студия тізгінінде Бекбол Мырзахан. Жаңа конституция білім беру мен ғылым саласында қамтиды. Бұл салаға енгізілген өзгерістер жастарға, оқытушыларға, зерттеушілерге қалай әсер етеді? Қарапайым тілмен түсіндіріп көреміз. Бүгінгі студиямыздың мейманы филология ғылымдарының докторы, профессор Айтмұхамбет Тұрышев ағамыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Керемет. Айтмұхамбет аға, енді жалпы жаңа конституция не үшін қажет болды? Оның негізгі мақсаты қандай? Ең әуелі осы төңіректегі сауалдарға жауап берсеңіз. Енді Қызылордада 5-ші құрылтай өтті ғой. Сол құрылтайда көп мәселелер айтылды. Әсіресе мынау өнер саласына байланысты мәселелер айтылды. Мына Жорж хан фильмі түсіріліп жатқаны айтылды. Мына Қандар шежіресінің жаңағы әлемдік жағдайға енгізілгені, одан Абайдың қара сөздерін енетіні, одан өр Алтай біздің ата мекеніміз, ата жұртымыз үлкен конференция өтеді. Сол енді экономикадан бастамай бірден осындай әлеуметтік халықтық мәселелерге, өнер мәселесіне, білім ғылымға тоқталды. Одан кейін бір палаталы және парламент құру мәселесі. Оны құрылтай деп атау. Енді осыдан келді де, енді өзің білесің, 22 жылы 33 конституция өзгерістер енсе, конституцияның біз бұрынғы 1995 33 бапқа өзгерістер енсе, содан кейін мына бір палаталы парламенттің болған кезде бұл конституцияны еріксіз өзгеріс енеді. Өйткені 40 бапқа байланысты. Енді содан енді жұмыс істеп келгенде, ол анау конституциядағы бұрынғы 95 жылғы конституциядағы парламент деген бар, жеке үлкен сала болды. Одан мәслихат деген үлкен сала болды. Сол президенттік басқа үлкен салалар. Енді осының барлығына қайтадан өзгерістер енді де, бірақ осы негізгі құрылым принцип сақтап қалып, соны жаңа енді анау 40 бап өзгергеннен басқа өзгерістер бірін-бір қозғайды ғой. Бірін-бір қозғағаннан ол баптар өзгере береді заң. Соттан өзгергеннен кейін оны еріксіз 84% пайызы деді ғой. Соны конституциялық кеңес құрылды. Сол конституциялық кеңес 100 адамды тұрады. Міне қазір сол жұмыс істеп жатыр. Әр бап бойынша қалып жұмыс істеп жатыр. Егер бұрынғы 95 конституцияда 9 бөлім, 98 бап болса, енді мына жаңа жобада, конституцияның жаңа жобасында 9 бөлім, 11 бөлім, одан кейін жаңа 95 баптан тұрады. Әртүрлі өзгерістер болып жатыр. Енді оның барлығы қазақта мақал бар. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді. Ол енді қазан деген Қожа Ахмет Яссауи мавзолейінде тұр. Ол қазан, мынау Геродоттың кітабын оқысаң, бірлік үшін қазан, сондай адамдарды біріктіру үшін. Бізде де сол. Сондықтан бұл қазан деген мәселеде өзгерістер бар. Демек, бұның ішінде жаңа өзгерістер, енді әлемдік деңгейлерге қарап отырсақ, халықаралық жағдайға қарап отырсақ, қазір заман күн сайын өзгеруде. Сондықтан бұл конституцияның заңдарының, баптарының өзгеруі ол заман талабына сай болып отыр. Оған ешқандай үркіп қорқатын түк жоқ. Өйткені ол конституция біздің айтып отыр ғой, жаңа мысалы жасанды интеллект дейді ал. Цифрлы Қазақстан жаңа. Енді еріксіз оның бапқа енгізілу керек қой. Ал ол енді де, ол біздің құқығымызды, біздің деректер базамызды қорғау жөнінде. Міне осындай үлкен мәселелер енгізілді. Енді бұл конституцияда үлкен мәселе бұл жара преамбула дейді. Ол алдыңғы сол преамбулада нақты жазылды. Онда айтылды, біздің Қазақстан халқы байырғы мемлекет, қазақ жерінде тұрған байырғы мемлекет жалғастырушы ретінде арғы өмір сүреміз. Екінші, жаңағы егемендік пен Қазақстанның бірден бір биліктің басында тұрады. Содан кейін жаңағы егемендіктің иесі де осы қазақ халқы. Одан жердің астындағы, үстіндегі ұшқан құс, жүгірген аң, біздің жер астында байлық, барлық халықтікі болып есептеледі. Одан кейін бұл конституцияда тағы жазылған, жобада жазылған, бұл бір тұтастық. Біздің де бір тұтас, жаңағы егемендік халқы бір тұтас, жаңағы бір тұтас аумақтық өзінің құндылығын сақтайды. Ол деген, ол қалай енді кейбір бізде мына субъектларды кейбір әкімшілік өзгерістер болды ғой енді. Мысалы Ұлытау, Абай облысы деген секілді. Ол деген енді мынау ерекше жаңағы кейбір қалаларға мәртебе, мысалы Астана. Одан Алматы, мынау Алатау Сити.
салынып жатыр. Енді бұл жерде біздің үлкен Астана деген ол біздің жүрегіміз болғаннан кейін онда біздің деректер базамыз бүкіл халықтың, онда қауіпсіздік мәселелері сақталу керек. Сонда кейбір жағдайда мәртебе берілгені дұрыс деп мен есептеймін. Одан кейін енді мына оқу білім мәселелеріне де өте тоқталды. Бұның ішінде жаңағы бірінші адами капитал деді. Адами капитал, одан кейін жаңағы минералды ресурстар мен табиғи қор, одан кейін мәселелер қозғалады. Бірінші адами капитал, ол жаңа адамды қорғаудың бір саласы ретінде адвокат және адвокатура деген енгізілді Конституция жаңа жобасында. Одан Конституция жобаның бір үлкен мәселе бұл енді жаңа айттым ғой, бір палаталы парламент, бұл құрылтай деп аталады да, ол құрылтайға жобада үлкен мән берілді. Онда жаңағы үлкен мән берілді. Ол құрылтайдың өзінің ішіндегі вице-президенттің сайлау, ода премьер-министрді сайлау, құрылтайдың өзінің төрағасын сайлау, одан кейін бұл халық кеңесі деген болады. Одан кейін бұнда конституциялық сот деген болады. Міне осында сол бұрындарғы конституция бойынша егер жаңағы конституциялық жаңағы жоғарғы сот, одан кейін аудитор, жоғарғы аудитор палата, одан кейін жаңағы ұйымдастыру салалары бойынша бұл қарайтын. Енді бұл жаңағы конституцияда мынау конституциялық соттың төрағасы, жоғарғы соттың төрағасы, одан мына судьялар, 8 судья, одан кейін ұлттық қауіпсіздік комитетінің бастығын, одан кейін өзінің мемлекеттік қауіпсіздік мәселесі, одан кейін жаңағы адам құқығы уәлеттілік мәселелері, осының бәрі қаралған. Сондықтан адам үшін, біздің жаңағы тәуелсіздігіміз үшін, бостандығымыз үшін, еркіндігіміз үшін барлық жағдай жасалған. Одан миральды ережесі дейді. Мираль ол жаңағы бұрын Америка құрама штатында болған, ол деген айыпқа адамды бірден бір ұстай алмайсың. Оның мысалы ереже бұзса, оны ұстап, оны неге бұзды, қандай жағдай жасады, оны өзіне түсіндіріп барып, оны қамауға алынады. Одан ол күдікті болып есептеледі, ол белгілі бір жағдайда оған жаңағы өзінің кінәсін мойнына тақпай, ол уақытта ол айыпкер болып есептеледі, ол күдікті ретінде аталады. Ол содан кейін адвокаттар белгіленеді, ол былай өзінің ақшасына да, тіпті мемлекеттік тұрғыда міндетті түрде адвокаты болады. Адвокат қорғайды, өзінің құқығын қорғауға толық заңды. Міне бұнда адам айтып отырмын, адам бостандығын өте көп мәселелер берілген. Одан президентке байланысты айтылды. Президенттің вице-президент туралы. Вице-президент туралы айтылды. Вице-президент дегенде ол құрылтай президенттің өзінің тағайындау бойынша құрылтайға ұсынылады. Содан кейін оның міндеттері бар, ол тікелей президенттің басшылығымен жұмыс істейді. Вице-президент бұл бізде болды ғой негізінде? Ол енді 90-шы жылғы конституцияда болды ғой, қаралды. Ол басқа мемлекеттерде бар ол. Ол вице-президент. Сондықтан ол мен дұрыс деп есептеймін. Өйткені Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев байқасаң, мынау біздің шетелдегі көп болды да, шетелдерде соның инвестиция мәселесі бар, халықаралық келісімдерге қол қою керек. Өткен жолы ғана Ибрахим бейбітшілігіне қол қойылды. Ол деген біз енді кейбір нәрселер біле бермейсің тетігін. Ол өзі де айтылды ғой. Ол қол қойғаннан кейін ол ауыздан шыққан сөзді қайтып ала алмайсың. Сондықтан қойылғаннан кейін ол мемлекеттік тұрғыдағы мәселелер шешіледі. Оны ойланып барып, мың ойланып, 100 барып, ойланып барып. Енді халықтың атынан сөйлейді, халықтың атынан айтқаннан кейін ол солай болады. Сондықтан ішкі мәселелердің, кейбір мәселелерді мысалы сол жаңағы вице-президент орындайды. Оның вице-президент, оның кейін ол президенттің рұқсатымен халықаралық мәселелерге де араласады. Ол үшін енді сонда ол вице-президенттің де мемлекеттік тілді жетіп білу керек. Онан кейін бұл жерде шет тілінде білу керек болып тұр ғой, ағылшын тілін. Өйткені андай мәселені өзі біліп отырған жақсы ғой. Мысалы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қайда барса да жалғыз ғана мемлекеттік тілде емес, жаңағы ағылшын тілінде де басқа тілдерде сөйлеп береді. Қандай тамаша, мақтанып отырасың. Міне сол секілді вице-президентке де соның ішкі мәселелер, көптеген мәселелерге сол вице-президенттер араласады. Одан кейін енді бұл жерде мынандай, жаңа айттық қой, құрылтай. Енді құрылтайдың функциясы бар да, енді сонда мынау ассамблея, бізде Қазақстан халық ассамблеясы. Қазақстан халық ассамблеясы бар ғой. Енді ол ассамблеяның өкілеттілігімен құрылтайдың өкілеттігі енді халық кеңесіне беріледі ғой. Сонда айтылды ғой, 126 депутат жергілікті мәслихаттан ұсынылады да, соның 42-сі жаңағы этнос бірліктерінен,
этнобірліктерден болады да, 42-сі қоғамдық бірлестіктерден ірі. Одан қалған 42-сі ол мәслихаттан жергілікті және халықтың арасында беделді сондай адамдардан сайланады. Содан кейін солардың ішінен президенттің таңдауымен одан кейін оның төрағасы болады, 2 орынбасары болады, солай ары қарай жұмыс істейді. Конституциялық сотта солай, ол Конституциялық соттың уәкілеттілігі оның өте заң шығарушы орган болғаннан кейін, оның да уәкілеттілігі өте зор. Бұрын ол жоқ болды, енді қазір ол енді. Соттан міне еріксіз Конституцияның жаңа жобасында осындай үлкен өзгерістер, ол бірін-бірі заң, бірін-бірі бекітілетін заң болғаннан кейін, ол заң бір-бірін толықтырып отырғаннан кейін Конституцияда міндетті түрде өзгерістер болады. Керемет. Енді Айтмағамбет аға, енді бұл өзгеріс білім сапасына қалай әсер етеді? Енді білім сапасына айтылды, Конституцияда ол білім сапасы айтылды. Ол енді бірыңғай стандарт білім жүйесі болады. Ол бізде енді бастауыш мектептер мен орта білім беру міндетті ғой. Одан кейін орта ол міндетті. Одан кейін жаңа жоғары оқу орнына түсу үшін гранттар бар, арнайы жобалар бар. Тіпті шетелде оқу гранттар бар, болашақ бағдарламасымен шетелде оқып келуге, жаңа магистратурада оқуға, доктор PhD дайындауға толық мүмкіншіліктер бар. Бұл бұрын болған жоқ. Соның барлығы сол шетелде жүрген жаңа азаматтар Конституцияда жазылды. Ол шетелдегі жүрген біздің азаматтардың барлығы қорғалады. Ол қайда жүр, кім жүр, оның барлығын біздің мемлекет оны қарап отырады. Оны азаматтық мәселесі де міне айта кетуге болады. Ол азаматтық мәселесі 2 азаматтық қос азаматтық берілмейді. Бірақ азамат Қазақстан Республикасының азаматы болды. Егер ол басқа жердің азаматы болса, мына Қазақстан Республикасының азаматы өзінен өзі түсіп қалады. Автомат түрде. Болмайды ол. 2 қос азаматтық алып жүр, бірақ азаматтық мәселесі де. Одан кейін енді мынау әрбір зияткерлік мәселесі бұрын жоқ болатын Конституцияда. Әркімнің өз меншік құқығы қорғалады. Одан мына телефонмен сөйлесу, деректер базасы, қазір енді алаяқтар қаптап кетті ғой. Соны қорғау жөніндегі мәселелер көтерілді. Одан кейін жаңағы сөздері, хаттары барлығы қорғалады. Яғни Конституция жүзінде егер бұзса, ол адамдардың жаңағы жауапқа тартылады. Біреуіне құл соғуға болмайды. Одан кейін мына біздің мемлекеттің тағы айтып өту керек, бұл тұтастық. Тұтастық біреудің жаңағы біздің мемлекетке зиянын келтіру, немесе басқадай бір теріс пиғылды мәселелермен оның барлығы заңға табылды. Өйткені бізде бір тұтас, мемлекет бір тұтас, бөлінбес мемлекет. Сондықтан біздің баса терроризм мәселесі басқалар болатын болса, оның барлығы міндетті түрде жаңағы айыпқа тартылады заң бойынша. Керемет. Айтмағамбет аға, енді сіз қазір көбіне жастармен жұмыс істейсіз, өзіңіз енді жоғары оқу орындарында оқытушы ретінде де танымалсыз. Қазіргі жастар, қазіргі қоғам осы жаңашылдыққа қалай қарайды? Жалпы енді кейбіреулері енді бейқамдық танытып енді аса мән бермейді деген сияқты сондай жағдайларды өз басым енді біз салыстырмалы түрде айтамыз ғой. Мысалы, қазір мына Конституция біздің Совет үкіметі кезінде конституцияларға СССР-дің конституциясы болды, Қазақ ССР-дің конституциясы, сонда біз газетке жазасың. Мына газетке бересің, ол жариялама, жарияланбай ма. Қазір мысалы қараңыз, ұялы телефон. Кез келген жастар қазір оқып қатысып жатыр. Көрдіңіз бе? Ол деген жастардың деген бұл пікірлер жазу, конституциялық жобаға өздері қатысу деген, бұның өзі олардың жаңағы елдің болашағына деген немқұрайлықпен қарамау деген сөз. Ол бір. Екінші жаңағы блогерлер қазір көп. Олар жаңағы ел мәселесін айтып жатыр. Соның барлығы бірақ заң аясында болу керек. Бұл деген жастардың мына конституциялық жобаға немқұрайлы қарамай өздерінің позициясын, азаматтық позициясын көрсетіп жатқандық. Сондықтан қазір жастар өсті. Ол кезінде Мағжан Жұмабаев та айтқан: арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай қатты қанатты жастарға мен сенем дейді. Ол деген біз жастарға артып кетейік деп отырған жоқпыз өзім бәрімде. Ол мысалы, бірақ жастарға әркім сенген. Дүние неге сенеді дегенде, дүние үмітке сенеді дейді. Үміт деген не? Үміт деген біздің болашағымыз жастар. Мына Конституцияда барлығы сол болашақ жастар үшін жасалған. Басынан аяғына дейін оқыса жастар, сол жастардың құқықтары, жастардың міндеттері, не істеу керек, қалай жүру керек, отбасыны мәселелері. Мұнда мысалы кәмелетке толғаннан кейін олар ата-анасына жауапты, міндетті түрде тастап кетпеу керек. Одан кейін жаңағы ата-анасы баласына жауапты деген анда бап енгізілді. Отбасы, неке мәселелер. Осының барлығы біздің елімізді не етіп жүрген өте мәселелер, соны ойландырып жүрген мәселелер. Сондықтан жастарға үлкен мүмкіншілік беріп оқуға,
жұмыс істеуге, мысалы колледжда бұрын колледжде оқып, сол колледж арқылы мемлекеттік жұмыстарға орналасуға болады егер жаңа бітіріп ары қарата. Одан кейін колледждан ары қарата жоғарғы оқу орнына түсіп ары қарата жалғастыруына. Одан кейін енді қазір кез келген шетел мына біздің келісіммен шартпен отырған кез келген мемлекетте оқуына мүмкіншіліктер бар. Одан бітіріп келгеннен мұнда жұмыс істеуіне де мүмкіншіліктер бар. Бұл өзі керемет мүмкіншіліктер. Біздің кезімізде болмаған мүмкіншіліктер. Керемет. Енді мынандай сұрақ бар. Ғылыми зерттеулерге және инновацияларға қандай қолдау қарастырылған Конституцияда? Енді бұл Конституцияның енді барлығы, ол да мысалы бір мәселе ғана жазылады. Мысалы жер тұтастығы дейді, мысалы. Яғни болмаса жаңағы білім стандарты дейді. Одан кейін жаңағы жоғарғы оқу орнына байланысты жаңағы конкурс. Енді соның ар жағында тетіктері, түгел механизмі жергілікті оқу орындарының өзінің мәселелері болып табылады. Сондықтан бұл мәселелерге келгенде, әсіресе мынау ғылым мәселелеріне келгенде өте жақсы айтылды ғой. Ол Құрылтайда да айтылды. Су мәселесі Құрылтайда көтерілгенде, сонда су мәселесіне байланысты да айтылды ғой. Енді осы бұрынғы совет кезіндегі өлшеуішпен жүрміз деп. Сондықтан ғылымға, технологияға біз қатты мән беріп жатыр ғой, академия наукқа. Академия наука қарамағына алды қазір. Бірақ соны ары қарата енді сол әрбір академиктердің шынайылығын, олардың жаңағы инвестиция әкелу жөніндегі көп жағдайлар жасалып жатыр. Ол жағын өткен жылы айтып та жатыр біздің ғалымдар. Пайдалы қазбаларды пайдалы қазбаларды пайдалану, оны өндіріске жұмсау. Енді мысалы технология болмай, ғалымдар болмаса, мысалы біздің Екібастұз блогындағы соған байланысты соның астында үлкен деректер қоры құрылады. Ол деректер қоры құрылған деген ол не? Ол жасанды интеллекттің дамуы, цифрлық Қазақстанның арата дамуы, ол жерде жаңа мүмкіншіліктер ашылады жастарға. Технологияны дамыту жөнінде үлкен хабтар болады. Міне сондықтан осының барлығы ғылымсыз болмайды. Ғылымға сондықтан инвестиция көп түгілі, ақша көп. Ана сайтқа кірсе ғылым жөнінде мысалы, сонда көп гранттар бар, ұтып алуға болады. Миллиондап ақша алып, бірақ соның қайда дұрыстап жұмсап, жастар, сондай студенттерге арналған ғылыми жобалар бар. Сондықтан мүмкіншіліктер өте көп. Керемет. Енді тағы бұндай сұрақ туындайды. Сіз толығымен барлығын айтып отырсыз, бірақ дегенмен де қарапайым тұрғындар үшін бұл өзгерістердің маңызы неде? Неменен? Қарапайым тұрғындар үшін бұл өзгерістің маңызы неде? Әрине. Ол қарапайым тұрғындар үшін өте өзге. Ол қарапайым халық деген, ол жаңағы халықтар кеңесінің, халықтар енді кеңесі құрылады ғой. Сол халықтар кеңесінің құрамының бәрін құрайтын қарапайым халықтың атынан сөйленеді. Сондықтан халықтың үнін жеткізетін сол халықтық кеңесте болады. Өйткені сол халықтық кеңесте айтылады, барлығы біз ең төменгі буыннан, мәслихаттан бастап көмгі деңгейлердің барлығы сол қандай жағдайлар болып жатыр. Елдің үй мәселесі, тұрғын үй мәселесі, жұмыс мәселесі, жұмыссыздық мәселесі, ауыл мәселесі. Мысалы ауылдарда қазір сайланады әкімдер. Бұрын ондай бар ма? Жоқ. Өздерінің мүмкіншілік жақсы жұмыс істейтін қабілетті азамат болса, сайлауға мүмкіншіліктері бар. Сайлануға мүмкіншіліктер бар. 25 жасынан мысалы депутат болуына болады. 20 жасынан бастап жаңағы халық кеңесі сайлану мүшелге өтуге тағы да көптеген мүмкіншіліктер жастарға берілген. Ауылда енді ауылға көп мәселелер мұнда қозғалған. Мына ауыл шаруашылығын дамыту мәселесі. Енді өндірісте болса қаладағы жастарға байланысты өндіріс мәселелер. Енді завод, фабрикаларда барлығын істеп жатқан қарапайым адамдар ғой. Міне сондықтан жұмысшы мамандығы деген жыл болды өткен жолы. Қаншама жұмысшылармен осы бірінші оларды марапаттап жатыр. Конституцияда жазылған құрметті азаматтармен жаңағы мемлекеттік марапаттарды президент береді. Енді өткен жол берді, талай жұмысшыларға берілді, талай өндіріс орнында істеп жатқан жұмысшыларға берді. Одан кейін ауыл шаруашылығында да істеп жатқан, маңдай терін төгіп жатқан адамдарға берілді. Сондықтан бұл конституция халықтікі болғаннан кейін, халық атынан сөйленген жасалғаннан кейін, халық үшін жасалып отырған заң. Бұл конституциялық заң. Алтын бұл жаңағы заң деп аталады. Сондықтан ата заң. Сондықтан бұл тек халыққа жасалған. Халықтың жүйесі. Тек соның барлығы заңмен қорғалып жатыр ғой біздің. Керемет. Айтмұхамед аға, біздің студиямыздың уақыты өз мәресіне жетіп қалды. Студиямызға келіп, өзіңіздің пікіріңізді, ойыңызды білдіргеніңіз үшін алғысымызды айтқым келеді. Қымбатты көрермендер, біз әр сейсенбі мен бейсенбі аралығында сіздермен қайта қауышатын боламыз. Айтарым бар бағдарламасын жіберіп болмаңыздар. Өздеріңіздің пікірлеріңізді 557640 нөміріне хабарласу арқылы да қалдыра аласыздар. Амандықта жүздескенше.